Сәлем достар, бүгін сіздермен жасалу жол тез әрі оңай, бірақ дәруменге өте бай қызылшадан жасалатын салат түрімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін бірге көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын дайындап алдық, қызылшаны пісіріп алдық, және жаңғақпен кішмішті жақсылап жуып, кептіріп дайындап қойдым. Алманың дәндерінен тазартып алып, 4 бұрыштап, кубиктап тураймыз. Ыдысымызға салып, келесі піскен жұмыртқаны да дәл сондай көлемде кубиктап тураймыз. Қызылшаны да дәл солай кубиктап тураймыз. Жалпы қызылшаны духовкаде фольгаға орап пісірген дұрыс. Сонда барлық витамины өз бойында қалады. Келесі бізде жаңғақтарды саламыз. Жаңғақтарды алдын ала жуғаннан кейін мен духовкаде кептіремін. Сол кезде дәмі қытырлақ болып орнына келеді. Кішміш саламыз, және де банкідегі кукуруз саламыз. Үстінен проценті аз майонез саламыз, немесе греческий йогурт салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қазір ораза айы ауыз ашарға жасасаңыз, асқазанға да жеңіл, әрі витаминге, яғни дәруменге бай салаттардың бірі. Осылай тәрелкеге салғаннан кейін үстіне кунжут сеуіп ұсынсақ, өте ерекше болады. Достар, жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, менің видеом астына лайк басып, және комментарий қалдыруларыңызды күтемін. Менің жаңа видеоларымды көру үшін менің каналыма жазылып, және қоңыраушаны басып кетулеріңіз қажет. Сонда менің жаңа видеоларым сізге бірінші болып көрінеді. Ас болсын!